Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеомыз егер әйел кісі түсінде әкесін көрсе деп аталады. Бұл видеомызда тұрмыстағы әйел, бойдақ қыз және де жүкті әйел әкесін көрсе қалай жоримыз, соған тоқталамыз. Егер бойдақ қыз түсінде қайтыс болған әкесін көрсе, әкесі қызын алып кетем десе, алайда қызы бармаймын деп қалып қойса, онда ол қыздың өмірі жақсы жаққа қарай өзгеретіндігінің белгісі. Тұрмыстағы әйел түсінде қайтыс болған әкесін күлімсіреп жүргенін көрсе, әкесінің арғы дүниедегі жағдайының жақсы екендігін білдіреді. Сондай-ақ ол әйелдің тұрмыстағы өмірінің жақсы екендігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде қайтыс болған әкесінің сыйлық немесе нан беріп жатқанын көрсе, береке, байлық келетіндігіне ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде қайтыс болған әкесінің ауырып жүргенін көрсе, ол әйелдің отбасында бір қиыншылықтар бар екендігіне ишара. Мысалы, күйеуі екеуінің арасындағы кикілжіңдер болуы мүмкін. Тұрмыстағы әйел түсінде қайтыс болған әкесінің ауырып жүргенін көрсе, сіздің басыңыздағы қиыншылықтардың да белгісі болуы мүмкін. Тұрмыстағы жүкті әйел түсінде қайтыс болған әкесін көрсе, өмірінің жақсы екендігіне және жеңіл босанатындығына ишара. Тұрмыстағы әйел түсінде әкесінің үйіне келіп үндемей тұрғанын көрсе, ол сіздің дұғаңызға мұқтаж екендігіне, ол адамның атынан садақа беруіңізді сұрауда және әкеңіздің өсиеті болса, соны орындасын дегенді білдіреді. Егер әйел адам түсінде әкесінің оны ұрып жатқанын көрсе, ол әйел бір қиыншылыққа тап болып, сол қиыншылығынан құтыла алмай жүргендігіне ишара. Егер әкесі бойдақ қыздың бетінен ұрып жатса, сіз сөйлеп жүрген жігіттің сізге сөз салатындығына ишара. Егер әйел кісіні түсінде әкесі ұрып жатса, әкеңіздің сізді жақсы көретіндігіне ишара. Егер түсіңізде әкеңіз сізді ұрып, бұл ісіңді тоқтат деп айтып жатса, онда сол ісіңізді тоқтату керек екендігіне ишара. Егер түсіңізде әкеңіз сізді алып кетіп жатса, әкеңіз қайтыс болғаннан кейін сізге қорған болатын адамыңыздың жоқтығын білдіреді. Егер бойдақ қыз түсінде әкесі оны алып кетіп жатса, жақында тұрмысқа шығатындығына ишара. Бойдақ қыз түсінде әкесін көрсе, ол қыздың өмірінде үлкен өзгерістер болатындығына ишара. Бойдақ қыз түсінде әкесін көрсе, басыңыздағы қиыншылықтардың бітетіндігіне ишара. Бойдақ қыз түсінде әкесінің қайтыс болғанын көрсе, жақында тұрмыс құратындығына ишара. Бойдақ қыз түсінде әкесінің тірі екендігін көрсе, қол жеткізе алмаймын деген мақсатына жететіндігінің белгісі. Бойдақ қыз түсінде әкесінің тірі екендігін көрсе, әкеңіздің сіздің дұғаңызға мұқтаж екендігіне ишара. Ол кісіге дұға жасап, садақа берсеңіз болады. Егер жүкті әйел түсінде әкесін көрсе, жеңіл босанатындығына ишара. Егер жүкті әйел түсінде әкесін көрсе, сіздің денсаулығыңыздың жақсы екендігіне ишара. Егер жүкті әйел түсінде әкесін көрсе, өміріңізде болып жатқан жаманшылықтың бітетіндігіне ишара. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлігін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.